Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге жұмыссыздың қайта тірілуі анимасын қазақшалап айтып беретін боламын. Ендеше кеттік. Видеоны бастамас бұрын әдеттегідей лайк басуды ұмытпаңыз, сондай-ақ менің YouTube каналыма тіркеліңіз. Ал біз бірінші бөлімді бастаймыз. Бұның бәрі 34 жастағы жұмыссыз жігітті жүк көлігі қағып кетуінен басталады. Дәрігерлер оны құтқара алмады, сондықтан ол өліп, жаңа денеге қайта оралды. Ол жаңа ұл болып туылды, бірақ оның ақыл-ойы сақталады. Яғни бұл сәбидің денесінде 34 жастағы ер адам дегенді білдіреді. Ол дворяндардың отбасында дүниеге келген. Әкесінің аты Пол, ал анасының аты Зенит. Олар оны Рудеус деп атауға шешім қабылдады. Сондай-ақ олардың отбасында Лили есімді үй шаруасындағы әйел бар. Ол балаға бірдеңе болғанын түсінеді, сондықтан ол онымен көп араласпауға тырысады. Рудеус ересек адам болса да, ол жаңа ата-анасының тілін түсінбеді. Себебі мұның бәрі басқа әлемде болып жатқаннан. Бұл жер сиқырға толы әлем. Бұл туралы Зенит өзінің жеңіл жарақатын емдеу үшін емдік сиқырды қолданғанын да біледі. Бұл дүниеде сиқырдың бар екенін түсінген ол бірден өзіне білім беретін кітаптарды іздеуге жүгірді. Солардың бірінің көмегімен ол су элементінің сиқырын зерттей бастады. Кітаптан сиқырлы сөз оқып Рудеус су шарын жасай алды. Содан кейін ол сөздерін айтпай-ақ бұл сиқырды қайталай алды. Дегенмен бұл сиқыр энергиясын алып Рудеусты шаршатады. Осы кітаптан ол сиқырлы күш тәжірибемен бірге дамитынын білді. Сондықтан ол оған көп уақыт бөлді. Бірақ ол бұл дүниеде ерте жаста сиқыршы болу дұрыс па, дұрыс емес па деп ойланып жасырын жаттығады. Біраз уақыттан кейін ол суды допқа лақтыруды үйренді. Сондықтан ол жаңа сиқыр үйренгісі келді, бірақ оны айтқанда бөлмесіндегі қабырғаны бұзды. Ата-аналар бұл шуды естіп жүгіріп келіп, ұлының сиқыршы болып жатқанын және орта деңгейдегі сиқырды өз бетімен меңгергенін білді. Бұл Зенитті қатты қуантты. Ол бірден оған тәрбиеші жалдағысы келді, бірақ Пол оны семсерші болғанын қалады. Кейін олар Рудеуске күндіз сиқырды жаттықтырады, ал кешке ол әкесімен бірге қылыш қолдануға жаттығатын болды. Оның тәрбиешісі Рокси есімді қыз болып шықты. Оған Зенит пен Пол қатты таңқалды. Алайда оның жасы оларды таңқалдырмайды, өйткені бұл әлемде шаштың түсі оларға көп нәрсені білдіреді. Рокси күлгін түсті болды, бұл оның жын екенін білдіреді. Ол бастапқыда Рудеусты әлсіз бала ретінде көрді, бірақ оның күшіне қатты таңқалды. Олар бірнеше айлық жаттығуларды бастады. Оның барысында Рокси Рудеус отбасымен өте жақын болды. Олардың әлемінде туған күн жыл сайын тойланбайды. Олар оны 5 жылда бір рет тойлайды, және Рудеус енді ғана туылған күнін атап өтеді. Туған күніне оған доп, сиқыр туралы жаңа кітап, сонымен қатар сиқырлы күш арттыратын сиқырлы тас берілді. Рудеус бастапқыда өте күшті оқушы болғандықтан, Рокси оған білгеннің бәрін тез үйретті. Сондықтан ол оған бірден қорытынды емтиханын жариялайды. Бұл жаңалық оған күйзеліс тудырды, өйткені оның бұрынғы өмірінде мектеп оқушылары оны үнемі қорқытып отырды. Енді ол құрдастарымен сөйлесуге қорқады және жалпы үйден кетуге қорқады. Ол қорқынышты жеңіп, Роксимен бірге соңғы емтихан өтетін ауылдың сыртына шығуға мәжбүр болды. Оның мәні Рокси қасиетті деңгейдегі су сиқырын тек бір рет айтатын болды, ал Рудеустың міндеті оны қайталау. Ол оны сәтті жеңеді. Бұл оның қорытынды емтиханын тапсыратынын білдіреді. Нәтижесінде Рокси оған білгеннің бәрін үйретті. Сондықтан оған өз отанынан сыйлық қалдырып шеберлігін арттыру үшін саяхатқа баруды ұйғарды. Енді ол өз бетімен үйренуге мәжбүр болады және ол жерде ештеңеге зиян келтірмеу үшін оны үйден тыс жерде жасауды шешті. Жол бойы әкесі оған мықтылар әрқашан әлсіздерді қорғау керек екенін айтады. Рудеус баланы мазақ еткен үш бұзақыны көргенде дәл солай жасайды. Ол өте кедей эльф екен. Баланың аты Сильфи. Енді олар Рудеуспен дос. Содан кейін Сильфи Рудеустен сиқыршылыққа үйретуді сұрайды. Олар сабақтарын бастады. Оның барысында Сильфи бәрін тез үйренді. Осындай сабақтардың бірінде жаңбыр жауа бастады. Сондықтан балдарының үсті қатты суланып кетті. Суық тиіп қалмау үшін Рудеус Сильфиді үйге ыстық ванна қабылдауға шақырады. Бірақ қандай да бір себептермен Сильфи шешінуге асықпады. Сондықтан Рудеус мұны күшпен жасауға шешім қабылдады. Содан кейін ол Сильфидің қыз болып шыққанын білді және ол өзін керемет дөрекі ұстаса да Сильфи оны кешіре алды. Содан кейін Зениттің жүкті екені белгілі болады. Бұл бүкіл отбасы үшін үлкен қуаныш болды. Артынша Лилидің де жүкті екені белгілі болды. Ол үйден шықпағандықтан әкесінің кім екені бірден белгілі болды. Олар мұндай жағдайда не істеу керектігін түсіне алмады. Сондықтан Лили алдымен Зенитке
зенитке босануға көмектесіп, содан кейін өз еліне баратынын айтты. Алайда бұл бір айға созылатындықтан, ол да баласы да аман қалмауы мүмкін. Рудеус Лилидің өмірін сақтап қалу үшін әкесінің әрекеті үшін барлық кінәні әкесінің иығына жүктейді және мұны істеуге мәжбүрлегенін айтты. Бұл оның кінәлі емес екенін және Лилидің осында қалу керек екенін білдіреді. Және Лили мұның бәрін өтірік десе де, Зенит әлі де аяп Лилиге олармен бірге тұруға рұқсат шағын гарем ұсынды. Рудеустың мұндай әрекеті Лилиге қатты әсер етті, сондықтан ол оған деген көзқарасын түбегейлі өзгертті. Осыдан кейін Рудеус Роксиден хат алады. Онда ол Раноа магия академиясын жазады. Рокси оған оқуға түсуге кеңес береді. Ол жалғыз барғысы келмеді, сондықтан ол әкесінен өзінің және Сильфидің оқуына ақша төлеуді сұрады. Жағдайлары жақсы бола тұра, бірақ екі баланы бірден оқыта алмайды. Рудеус Сильфиді жалғыз қалдырғысы келмегендіктен, ол Полдан оқуына ақша табу үшін оған жұмыс тауып беруін өтінеді. Келесі күні Пол және Зениттің ескі досы Гилейн келеді, және ол бір себеппен келді. Айтпақшы, Гилейнге Пол Рудеусты алып кетуді өтінген екен, бірақ бұл олардың Сильфиді көруін тоқтататынын білдіреді. Рудеус бұл жағдайды ұнатпады, сондықтан Пол оны шайқасқа шақырды. Әрине, Пол күштірек болып шықты, және олардың шайқас нәтижесі Гилейнмен бірге Рудеус жіберілетін болды. Белгілі болғандай, Пол оған жұмыс тапты. Ол сиқыр, арифметика және оқуды Гилейн мен Эрис есімді 9 жасар қызды үйрету керек. Шарт бойынша ол онда 5 жыл жұмыс істеу керек және 12 жасында сиқырлар академиясында оқуға түсуге мүмкіндігі бар. Олар қалаға келді, оны болашақ шәкірттің әкесі қарсы алды. Оның есімі Филипп және ол осы қаланың мэрі болып шығады. Айтпақшы, ол Полдың немере ағасы. Филипп бірден оның қызына ешкім сабақ бере алмағанын айтады. Оның бәрі оның адам өлтіретіндей мінезіне байланысты болды. Сондықтан ол Рудеустың қызметтерінен бас тартып, оны жай ғана қуып жіберсе таң қалмайды. Олар кездескен кезде Эрис оны бірден ұрды. Рудеус бұған шыдамай жауап қайтарады, бірақ жас айырмашылығына байланысты таяқ жеді. Осы қарқынмен оған ештеңе болмайтынын түсінген Рудеус Филипптен оны алдап сценарий бойынша ойнауын өтінеді. Жоспар бойынша оларды ұрлап әкету керек еді, бірақ сиқырдың арқасында Рудеус оны құтқара алады және бұл оған қызығып, оның студенті болуға итермелейді деп ойлайды. Бірақ ұрлаушылардың рөлін ойнаған актерлар шынымен зұлым болып шықты және Эристі шынымен ұрады. Осыған байланысты Рудеус оны құтқаруға мәжбүр болды, бірақ олар сарай қызметшісі оларды қарсы алу керек болған қалаға жеткен кезде Эристі осы зұлым адамдар қайтадан ұрлап әкетті. Ал мына сарай қызметшісі сатқын болып шығады. Сиқырды қолданып Рудеус Гилейнге белгі берді. Содан кейін ол ұрлаушылармен күресе бастады. Ол Эристі босатып алды және артқа шегінуді жоспарлап жатқан кезде кенеттен оған семсер лақтырады, бірақ оны өлімнен Гилейн құтқарады. Ол дер кезінде жетіп барлығын бірде ұйықтатады. Нәтижесінде Рудеус жоспары орындалды. Рудеус Эристі құтқарғандықтан ол барлығы оны мойындау керек еді, бірақ саяси мәселелерге байланысты Филипп барлық даңқ Гилейнге беріледі деп шешті және Рудеус болашақта да көлеңкеде қалуы керек. Содан кейін тренинг басталды. Гилейн Эрис пен Рудеусты қылыш өнеріне үйретті, ал Рудеус Гилейн мен Эриске арифметика, грамматика және сиқырды үйретті. Бірақ Эрис сиқырға қатысы жоқ, ештеңені үйренгісі келмеді. Сондықтан Гилейн өз тарихын айту керек болды. Бұрын ол Рудеустың ата-анасында болған жалдамалар тобында болған, бірақ олардың үйлену тойынан кейін топ тарады және Гилейн жалғыз әрекет етуге мәжбүр болды. Ал ол санауды білмегендіктен оны кім көрінгенінің бәрі алдады. Оның айтқандары Эриске әсерін тигізді және аздап сабақтарды зерттей бастады. Оқу басталғанына 6 ай өтті және барлығы Эристің 10 жылдығына дайындала бастады. Оны танығанның барлығы келу керек еді. Мұнда жалғыз мәселе Эрис мүлде билей алмайды және оның бие кештің басты оқиғасы болу керек. Сондықтан қызметші қыз Рудеустен билеуді үйрету үшін уақытының бір бөлігін беруін өтінеді. Рудеус қосымша уақыт алғандықтан ол Филипптен жаңа тіл үйрену үшін онымен кітаптар бөлісуін сұрады. Дәлірек айтқанда, хайуан құдайдың тілі. Соның арқасында ол аң тәрізді қыздармен тіл табыса алады. Сонымен қатар Роксиден жаңа хат келді. Бұл оның жазған кітабы болды. Ол оның демондардың тілін үйренгісі келетінін білді. Сондықтан оған арнайы оқулық жазып тағы бір тілді үйренуге көмектеседі. Бірақ бір мәселе пайда болды. Эрис билеуді үйренгісі келмейді. Сондықтан Рудеус онымен бірге сабаққа баруға мәжбүр болды. Эристің туылған күні де келді. Оған атасының ықыласына ие болу үшін билеуге қолын сұрау керек болады. Нақтысын айтқанда Сауростың. Бірақ Эрис биге шақырылғанда ол өзін өте ебедейсіз етіп көрсетті. Қонақтар бұған біртүрлі қарайды. Оны құтқару үшін Рудеус шықты. Ол онымен жаттығу кезінде биледі және Сауростың алғысы мен ықыласына ие болды. Осыдан кейін толық
толық 2 жыл өтті және Рудеустың 10 жылдығын тойлайтын кез келді. Бірақ оның бар екендігі құпия болғандықтан олар оны кең көлемде тойлай алмады. Бірақ соған қарамастан олар оның көңілінен шығуға тырысты. Өкінішке орай Пол мен Зенит ұлдарының мерейтойына келе алмады, өйткені олардың жерлерінде құбыжықтар пайда болды. Олармен Пол үнемі күресуге мәжбүр болды. Туған күнінде оған керемет қымбат асатаяқ берілді және сол күні кешке Филипп Рудеуске төңкеріс жасауға, оның көмегін пайдалану үшін, отбасын басқару үшін Эриске үйленуді ұсынды. Филипптің ағалары бар және олармен мұрагерлік құқығы үшін күресуге тура келді. Бірақ ол жеңілгендіктен екі ұлы орталыққа жеткізілді. Сондықтан ол Рудеуске осындай ұсыныс жасады. Бірақ Рудеус қажетсіз проблемаларды қаламағандықтан ол бас тартты. Осы кезде аспанда мана ұйығы пайда болды. Оны өте күшті сиқырмен шақыруға болады және ең күшті сиқыршылар бірден осы жерге келеді және олардың келуі бекер емес. Өйткені бұл мана катаклизмді тудырады және айнадағылардың барлығын жай ғана телепортациялады. Рудеус өзінің ескі рухани денесіне оянды. Хитагами есімді жергілікті құдай оған бұл жай ғана түс екенін түсіндірді. Бірақ Рудеус оянған бойда алдынан оның көмегін қажет ететін адам көреді. Рудеус ақыры оянғанда ол өз әлемінде Руйжерт Спердияны көреді. Спердия әдетте балаларды қорқытатын қорқынышты жаратылыс болып саналады. Олар жай ғана қорқынышты беделге ие. Өйткені Спердияны кездестірсеңіз, оның қолынан бірден өлесіз деген сенім бар. Руджер Рудеус пен Эристің көктен құлағанын, сондықтан оларды жылыту үшін от жаққанын айтты. Ол бәрі одан қорқатынын түсінеді, бірақ ол балаларды олардан қалдыра алмайды. Сондықтан ол бұлай болмайтынына уәде берді және үйлеріне жетуге көмектеседі. Олар телепортация жасап қана қойған жоқ. Бұл катаклизм көп нәрсені жойды. Сол себепті Полдың да қазір ештемесі қалмады. Сонымен қатар оның отбасының бір бөлігі телепортталған. Сондықтан ол оларды табуға асықты. Рокси де солай істеді. Ол балалардың жоғалып кеткенін біліп, оларды іздеу үшін топ ұйымдастырды. Осы уақытта Сперт оларды ең жақын ауылға апарды. Ол Роксидің отаны болып шықты. Бастапқыда олар кіргізгісі келмеді, бірақ Рокси Рудеустың мұғалімі екенін білгенде, олармен жақсы қарым-қатынас жасай бастады және мұның бәрі оның әкесімен кездескендіктен. Белгілі болғандай, оның нәсілі шамамен 200 жыл өмір сүреді. Ал Роксидің өзі небәрі 15 жаста көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде ол 44 жаста. Оларды ауыл басшысы өз қамқорлығына алды. Ол Спертке жақсы жағынан қарады. Сперт оның түріне неге соншалықты нашар қарағанын айта бастады. Шамамен 400 жыл бұрын жындар адамдармен тең құқықтар үшін соғысқан. Мұның бәрін жындардың құдайы Лаплас ұйымдастырады. Ол әрбір Спертке найза берді. Алайда олар біреуді өлтіруге көмектескен сайын олардың жан дүниесі қараңғы болды және көп ұзамай олар барлығына бейберекет шабуыл жасай бастады. Жамандығы сонша олар бір-бірін өлтіре бастады. Үлкен кішіге, сәбиге де қарамай әйтеуір олардан құтылмады. Өйткені оның баласы ақыл есін жию үшін өзін құрбан етті. Ал Сперт өзінің туыстарының өліміне қатысы бар әрбір адамнан кек алғысы келеді, әсіресе Лапластан. Оның әңгімесі Рудеуске қатты әсер етті және ол оған өз нәсілін бұрынғы беделіне қайтару үшін қол ұшын беруге уәде етті. Келесі күні олар әрі қарай жүріп жындар жануарлар кейпінде тұратын қалаға жетті. Ешкім Спердадан қорықпау үшін шашын көк түске бояуға шешім қабылдады. Бұл қалада тұру үшін ақша табу керек, сондықтан олар контракт алу үшін өз тобын ұйымдастырады. Ол контракттар олар әртүрлі тапсырмадан алатын сыйақы еді. Лицензияны жаңадан алғандықтан олар үшін F және E деңгейіндегі контракттар болды, бірақ олар үшін оған өте аз ақша алады. Алайда Рудеустың түсінде құдай қайтадан пайда болады және оған жоғалған мысықты табу үшін ең қарапайым контракт алуға кеңес береді. Сперт үшінші көзінің көмегімен олар жоғалған жануарды оңай тауып, сол жерде ұқсас контракты орындау үшін осы жануарларды ұрлаған басқа топты кездестірді. Топ болып жұмыс істей отырып жігіттер оларды ұстап алды. Ал Рудеус оларға сұрақ қоя бастады, бірақ олардың біреуі жауап бергісі келмей ұрады. Сперт оны өлтіріп қояды. Балаларды ұрғандар зұлым, ал зұлымдықты жою керек дейді. Нәтижесінде оның әрекеті Рудеустың қабылдауына қатты әсер етті. Сондықтан ол оған өмірдің құндылығы нені білдіретінін үйрете бастады. Содан кейін ол қалған топты өз пайдасына пайдалануға шешім қабылдады. Рудеус оларды жоғарғы рангтағы келісімшартқа отыруға мәжбүр етті және олардан сол контрактты алып қоятынын айтты. Контракт бойынша олар жын сияқты жыланды өлтіру керек еді. Бірақ тағы екі топ осындай келісімшартты алды. Сондықтан жынды бірінші өлтірген адам ақшаны алады. Бұл топтардың арасында балалар да болды. Сондықтан Сперт оларды қорғау үшін оларды аңдуды ұйғарды. Күтілгендей балаларға шабуыл жасалды, бірақ Рудеус балаларды үмітсіз қалдырып, артынша Сперттің құтқаруын қалады. Осылайша балалардың алдында Сперттің беделін арттырғысы келді. Алайда оның планы дұрыс болмай, топтың бір мүшесі қайтыс болды.
Сперт Рудеусты мұндай өлім үшін қатты сөге бастады. Бірақ құтқарылған балалар бұл өздерінің кінәсі екенін айтты. Өйткені олар не істеп жатқанын түсінді және қауіп-қатерді де түсінді. Тапсырманы орындап, олар сыйақысын алуға барды. Бірақ қалада оларды басқа авантюрист Накапара күтіп алды. Ол олардың алдап келісім шарттарын өзгерткенін білген. Сондықтан ол оларды счетчикке отырғызғысы келді. Осылайша олар оған табысының жартысын төлейді. Осыдан кейін Рудеус не істерін білмеді және Накапараны өлтіруге дайындалу үшін ең күшті заклинанияны жасай бастады. Бірақ Сперт бірінші әрекет етті. Ол шашының бояуын жуып тастады және бәрі оны өлімге әкелетін тұйық деп таныды. Оның қорқынышты лақап аты осындай болды. Сперт егер ол Накапараның кесірінен лицензиясынан айырылса, оны қайдан болса да тауып ойланбастан өлтіретінін айтты. Содан кейін ол бұны Рудеустың Эристі қалай қорғауға тырысып жатқанын көргендіктен осылай жасағанын айтты. Олар қиындықсыз жүре алу үшін Сперт шашын алып, үшінші көзін матамен жауып тастады. Содан кейін олар бірге қозғалды. Бірақ мұның бәрі қалай болатынын келесі бөлімде білетін боламыз. Лайк басып, менің YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыз. Және келесі видеода кездескенше.